Мына хан мен әйелін енді бір әңгіме қылып айтуға тұрарлық адамдар емес. Бірақ мына мобилографқа жасалып жатқан қиянатты көріп, осы резонансты тақырыпқа араласып тағы да видео түсіруге тура келіп тұр. 16 жастағы бала, жанымен жан сақтап жүрген бала, көп балалы отбасынан шыққан бала екен. Мен де көп балалы отбасынан шыққан баламын. Бала кезінде 11 жасынан жұмысқа түсіп, темір теріп, жана мал жайлап, ағаш жарып солай жұмысқа түскенбіз. Мен бұны жақсы білем. Бұл тағдыр. Адам жайдан жай жастайынан буыны қатпай, жастайынан жауапкершілік арқалап жұмысқа түспейді. Жанымен жан сақтап жүрген баладан қалай ғана ұялмай 8 миллион теңге ақша сұрайсыңдар? Не үшін, қандай қайдағы моральный ущерб? Есі дұрыс дені сау адам андай видеоны фотоға, видеоға түсірмейді, телефонға түсірмейді, есі дұрыс дені сау адам. Оны алып біреуге жібермейді. Қолдарындағы видеоларыңа ие бола алмағандарыңа кім күнәлі? Ана баланы не үшін күнәлап жатсыңдар? Оның тағдыры қайда? Оның ертең үстінен іс қозғалатын болса, одан не судья істеген болмайды. Ол бала ертең лайықты бір жерге жұмысқа тұра алмайды. Өзі көп бала ортасынан шыққан балалар, бұлар жанымен жан сақтап жүрген балалар, бұндайларға қиянат жасауға болмайды. Алла тағала кешірмейді. Жан Ахмадиев, бауырым, сен орныңды біл. Орныңды не оңға қарай бар, не солға қарай бар, не ақта, не қараны қарала. Нейтралды жүрме, алдында Никонет дегенді жақсы көрем, ұнайды маған. Жақсы көрем деген кешірім сұраймын. Ұнайды, Никонет ұнайды, Амелайдан қарағанда деген видеоңды көріп қалдым. Сол жерде бір ұнамағаның бар еді. Одан кейін осы басқа түптіп бағанда осы ханды шақырып алып, судьяңды осыған уақыт бөліп сұхбат алып, осыны қолдап қорғадың. Енді сен қорғаған адамның істеп жатқан тірлігі мынау. Басқа да жұлдыздардың, қаншама жұлдыздардың шығып мынаны қорғап жатқанын көрдім. 16 жастағы баланың тағдырын ойлаңдар. Маңғыстаулықтар. Мына жігіт 16 жастағы балаға жаңағы несін тигізіп жатыр, зиянын тигізіп жатыр. Ақылдарында айтыңдар. Тимесін ол балаға. 8 миллион, ол қайдағы 8 миллион? Қуасындар ма кішкене? Арнамыз деген болу керек қой. Жыртың, бұл хайп үшін жасалған видео екендігін анықтан анық білуге болады. Неге? Өйткені ұяты бар адамдар болса, бұндай видеоны әлеуметтік желіге таралып кетті ме, мүлдем әлеуметтік желіден жоқ болып кету керек. Жоқ. Бұлар халықтың вниманиесін өздерін аударып, жылап, сықтап, күліп, ойнап, жыртың, қайта. Әйелінің үстіндегі киімінде анадай тым оғаш, тым қысқа. Болмайды олай. Жыртың. Демек, бұл хайп үшін жасалған нәрсе екенін білуге болады. Ана 16 жастағы балаға зияндарын тигізсеңдер, ертең өздерінде бала шағаларың болады. Бұл сендерге үлкен ауыр күнә. Сендердің мына видеоларын тарап кеткендегі үлкен бір күнә. Алланың қаһары. Енді жазықсыздан жазықсыз, мүмкін жазықсыз, бірақ 16 жастағы баланы жаңағысы қылмыстық жауапкершілікке тартқызып, үстінен іс қозғатып 8 миллион моральный ущерб қозғатып атқандардың адамгершілікке жатпайды. Жан Ахмадиев, сөзіңді қайтып ал. Мына мен дұрысынан видео шығарып, дұрысынан халықтың жаңағы көзін дұрыс жағына қарай аш. Екі жақты болмайды. Мына киім ақ болып тұр ма? Мынау ақ, мынау қара. Егеуің түсі екеуі екі түрлі. Не ақ жағында болу керексің, не қара жағында болу керексің. Қайдағы бір болмай қалғандарды шақырып, хайп қуып, өзіңе интервью алып, жақтап, ақтап атсың. Бұндай тірлікті мен сенен күткен жоқпын. Алдында Никонет жақсы де, Амелайдан қараған Никонет жақсы деп атқан видеоны көргем, ол жерде жарамадың. Жігіттер, бар болайық, нар болайық. Бірақ ақ пен қараны ажыратайық. Мына 16 жастағы баланың тағдыры қыл үстінде қазір. Өміріне балта шаппаңдар. Хан және әйелі жанба кім? Абай болыңдар, Алланың қаһарына ұшырамаңдар. Хан тамада деген тағы бір видео шығарыпты, енді өзін ақтап анау күнәлі, мынау күнәлі деп ше, анасының айтуы бойынша 8 миллион теңге сұрап атқан көрінеді. Енді ол қаяқтан тауып береді, жалғыз үйлері бар екен, 6 бала шағасы бар екен, 7-ші баласына жүкті екен, ол енді осы стресстің кесірінен түсіп қапты. Ана бала өзі 16 жасар, мобилограф, жетіскеннен мобилограф болып жүрген жоқ мысалы да. Ең дұрысы бұл жерде жаңағы арызды қайтып алу керек та, сөйтіп ана баланы тыныш қою керек, кінәліні іздемеу керек. По факту негізі изначально өздерің, мысалы бауырым деп айтайыншы, тыңдап отқан болсаң, өздерің осы ситуацияны ушықтырып алдыңдар, бүкіл халықтың назарын аудардыңдар, ойбай деп жылап сықтап, тоқтатыңыздаршы ана видеоны деп айтпағанда ешкім іздемейтін еді ол видеоны, ешкім көрмейтін еді, ұмытып кететін еді. Ал енді осылай тарқап кетті ма, онда бір қысқа нұсқа видео шығарып, құрметті қазақ елі, міне осындай жағдай болып қалды, біз тарқап кетеді деп ойлаған жоқпыз, өзіміз үшін түсірген еді, кешіріңіздер деген сияқты бір видео жазғанда ешкім сізге ештеңе демейтін еді. Ал енді қазір бүкіл Маңғыстау өлкесі, бүкіл халық бәрі көріп, сіздерге бойкот жариялап, андай, мұндай деп жатыр. Ал сол керек па сіздерге? Допустим, өздеріне өздері
ор қазып отыр. Руслан Өтепбайдың жаңағы редакциясынан шығып жатқан көрінеді, жаңағы анасына көмек берейік па тағы басқа. Қарап отырсаң бүкіл халық көріп отыр ғой. Ал не болды? По факту осындай жағдайға өздеріңіз әкелдіңіздер. Телефонда ондай порнографияны ұстадыңыз ба, оны сақтау керек, сақтық болу керек. Ол вообще ондай видеоны түсіру, видеоға түсіру, ол жат нәрсе ғой негізі. Семейный өздерің біліңдер, бірақ енді оны бір скрытый камераға түсіріп алып, біреу жаңағы тыстан сөйтіп оны тарқатып жіберсе, онда базары нет, ол уголовка. Өздерің түсіргесіңдер, видеоға өздерің сақтағасыңдар. Еще бүкіл халыққа жылап сықтап, андай мұндай деп өздерің ушықтырдыңдар. Телефонды өзің айтуың бойынша ана балаға өзің беріпсің, өзің құжатың жеке телефонның ішінде файл бар екен білесің. Сөйтесің да кодын айт десе, оған кодынды айтыпсың. То есть өздерінде қателік өте көп, кінә өздерінің тараптарынан өте көп. Ал енді ана баланың болашағына балта шабылады, ертең сотталып кетсе тағы басқа, ол ақшаны қайдан тауып береді деген сияқты ғой. Одан да қазанды жылы жауып, кешірім сұрап, видео шығарып, ана арызды қайтып ала салу керек. Менің ойым осы енді. Екі жүзді блогерлердің маскасы шешілді. Жанабіловтердің тойында тайрандап, әр қуанышында контентті қарша борататын сыйластарының бүйткен сыйластығынан сақтасын. Бастарына күн туғанда аш бәледен қаш бәле деп бір ауыз қолдауға жарамат. Өйткені көбінің арты қуыс. Отыстың сан түрін жасап, қалтасын қампайтып, аузын майлағандардың бірен сараны ғана айыппұлмен құтылды. Ал Жанабіловтер шыны керек нақақтан нақақ күйіп кетейін деп тұр. Прокурор сұрағандай 4 жылға ит жеккенге айдалатындай жағдай емес қой. Басал десе шашалатындар бәлкім өзге блогерлерге сабақ болсын деп белден баспақ. Десе де темір торға тоғытудың қисыны жоқ. Әрине, кінәсі бар, оны мойындат. Миллиондап мемлекетке шығынын өтесін. Алайда балалардың көзін жәутеңдетіп, әке шешесін 4 жылға түрмеге жабу абсурд. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Жаза кетіңіз.